Бәріңізге сәлем, сіздермен халық арнасы. Бүгін сіздерге бауырды емдеу үшін қолданылатын бірнеше каша түрін айтып өтетін боламын. Бауыр адам ағзасының ең үлкен ас қорыту безі. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер де болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Барлығымызға кішкентай бала кезімізден каша сөзі таныс. Ботқа тек құнарлы, дәмді тағам ғана емес, сонымен қатар оның құрамында адамның ағзасына өте пайдалы витаминдер бар. Сіздерге осы денсаулыққа пайдасы мол кашалардың бірнеше түрін ұсынбақпын. Бірінші, сұлы кашасы. Сұлы астық тұқымдас дәнді дақылдарға жататын бір жылдық және көп жылдық шөптесін өсімдіктер туысы. Дәнінің құрамында ақуыз, май, крахмал, жасұнық, B1, B2, Е дәрумендері, марганец, кремний, кальций, фосфор бар. Сұлы ішектерді артықшылықтардан тазартып, іші ауырып, кебіңінде қолданылады. Ішек қарын жолын ынталандырып, гастрит, асқазан жарасы, қатерлі ісіктің дамуын тежейді. Сұлы биотин дәруменіне бай болғандықтан теріге пайдалы. Дерматит ауруына шалдықтырмайды. Сонымен қатар, бауыр ауырған кезде ең маңызды жеу керек кашалардың бірі болып табылады. Бүйрек ауырғанда да, дене сіңгенде, асқазанның ойық жарасы, ас ішек дерті мен жүйке қызметі бұзылғанда да емдік пайдасы өте зор. Сұлы кашасы қан айналымы мен жүрек-қан тамырлар жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне пайдасы өте мол. Сұлы кашасын пісіру нұсқаулығы. Бірінші қадам, сұлы майын 1 литр сүзілген немесе бөтелкедегі суға құйыңыз. Оны 8-10 сағатқа қалдырыңыз. Екінші қадам, жарма мен су құйылған кастрөлді қатты отқа қойыңыз. Қайнатыңыз, тұз қосыңыз. Отты төмен деңгейге дейін азайтыңыз. Қақпақты жабыңыз. 15-20 минут пісіріңіз. Дән жұмсарғанға дейін қайнатыңыз. Үшінші қадам, қаласаңыз ботқа дәміне қарай сары май мен қант қосыңыз. Отты өшіріп, ботқаны қақпақтың астына және жылы сүлгімен 5 минутқа қалдырып қойыңыз. Екінші, гречка кашасы. Гречка кашасы аса пайдалы тағам. Оның құрамы ақуыздарға өте бай болып келгендіктен, салмақтың артуына ықпал ететін көмірсутектер аз. Гречка бауыр мен ішекке өте пайдалы және холестериннің деңгейін азайтады. Жарма күйзеліске, құрсақ қуысының сырқаттарына қарсы тұруға көмектеседі. Оған қоса, гречка асқазанға тез сіңіп кете қоймайтындықтан ұзақ уақыт бойы қарын аштырмайды. Негізінен гречкадан жасалған ботқа ең пайдалы болып есептеледі. Өйткені оның құрамында В тобының витаминдері бар. Гречка ботқасы тойымды және минералдарға, фосфор мен темірге бай. Гречка кашасын дайындау нұсқаулығы. Бірінші қадам, гречканы пісіруге дайындаңыз. Оның арасынан қоқыстарды алып тастаңыз. Екінші қадам, гречканы үлкен ыдысқа салыңыз. Бірнеше рет жақсылап тұрып шайыңыз. Үшінші қадам, кастрөлге су құйып, тез қайнатыңыз. Дәміне қарай тұз қосып, араластырыңыз. Қарақұмық жармасын қосып, қайнатыңыз. Көбікті алып тастаңыз. Төртінші қадам, кастрөл астындағы отты минимумға дейін азайтыңыз. Және де гречка ботқасын қақпақпен 20-25 минут қайнатыңыз. Араластырмаңыз. Содан кейін отты өшіріп, гречка кашасына май қосыңыз. Қақпақтың астына тағы да 10 минутқа қалдырыңыз. Сол кезде гречка кашасы дайын болып шығады. Ақпарат пайдалы болып жатса, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыз, тезірек тіркеліп алыңыз. Үшінші, тары кашасы. Тарының адам ағзасына пайдасы өте көп. Тарына адам ағзасына қажетті витаминдерді қайнар көзі десе де болады. Құрамында белоктар жеткілікті. Соған орай аллергияны қоздыртатын глютен жоқ.
әрі В тобына жататын витаминдерге және бауырдың дұрыс істеуіне аса қажетті холинге бай. Тарының құрамында адам сүйектеріне, жүрекке, иммунитетті көтеруге қажетті магний, фосфор, калий, цинк сияқты металдар көп. Тарыда адам ағзасын қуат көзімен қамтамасыз етіп отыратын крахмалды жеткілікті. Сонымен қатар тары өт қабы мен өт жолдарының жұмысына тигізетін пайдасы өте зор. Тары кашасын пісіру нұсқаулығы. Бірінші қадам, оны сұрыптаңыз және де таза болғанға дейін шайыңыз. Екінші қадам, 1-2-ге дейін сумен толықтырып отқа қойыңыз. Үшінші қадам, су қайнаған кезде көбікті алып тастаңыз және су іс жүзінде қайнаған пісіруді жалғастырыңыз. Содан кейін сүтті қосыңыз және отты ең төменгі деңгейге дейін төмендетіңіз. Дәміне қарай тұз немесе қант қосыңыз. Төртінші қадам, ботқаны қоюланғанша пісіріңіз. Шамамен 20 минуттай. Күйіп қалмас үшін араластыруды ұмытпаңыз. Бесінші қадам, соңында сіз ботқаны қақпақпен жауып, оны аздап қайнатуға немесе сары майды салып үстелге бере беруге болады. Төртінші каша, күріш кашасы. Күріштің пайдасы адам үшін өте көп. Соның бір қатарына тоқтала кетейік. Ол ас қорытуды жақсартады, ішек жұмысы, зат алмасу үшін өте пайдалы. Күріш кашасын пайдалана отырып салмақ тастауға болады. Күріш кашасы өзіне ағзадағы тұзды, асқазан, ішек қабырғаларындағы қалдықтарды, улы заттарды сіңіріп алады. Асқазан ішек жолдарын тазартып, зиянды заттарды сыртқа шығарады. Сондықтан оны астан уланғанда, ішімдікті шамадан тыс қолданғанда жесе ағза тазарады. Күріш ботқасын емізулі әйелдерге де пайдалануға болады. Ең көбінесе бауыр ауырған кезде осы күріш кашасын жесе, бауыр көп ұзамай жазылады. Күріш кашасын пісіру нұсқаулығы. Бірінші қадам, күрішті жақсылап тұрып, су мөлдір болғанға дейін шаю қажет. Екінші қадам, күрішті суда жақсылап тұрып пісіріп алу керек. Үшінші, оған сүт қосып, немесе тағы да басқа тұз бен қант қосу арқылы дайындауға болады. Ақпарат пайдалы болып жатса, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыз, тезірек тіркеліп алыңыз.